Құрметті достар, енді біз заказ берген товарымызды бақылап отыруымыз керек. Ол үшін қайтадан тренделға кіреміз. Тренделға кірдік, міне. Мына жерге біріншісін таңдаймыз. Біздің кешегі жіберген футболка шортимыз, міне. Тапсырысымыз алынды деп жазылып тұр. Міне, бірінші жасыл жанып тұр, тапсырысыңыз алды деген сөз. Екіншісі, шыңғы жасыл боп жанса, ол әзірленіп жатыр деген сөз. Үшіншісі, жасыл боп жанған кезде ол каргоға берілді деген сөз. Ең соңында теслим етілді дегеніміз каргоға тапсырылды деген галочка жанады. Содан кейін біздің тапсырысымыз бері қарай өзімізге қарай жіберілетін болады. Міне, мына жерде біздің трек номеріміз, осы арқылы бақылап отыруымызға болады. Осы трек номерді копировать етіліп алып, Easy Express арқылы да тапсырысты бақылауымызға болады. Ол үшін добавить посылкуды басамыз. Мына жерге Турцияны таңдап, США-ның орнына Турция дейміз. Имя заказа дегенге трендел деп жазамыз. Магазиннің атына трендел деп жазамыз. Трек номер, жаңа копировать етілген трек номерімізді қоямыз да. Мына жерде DHL-ді таңдаймыз. DHL таңдалды. Енді астына қандай не деп название товара дегенге өзіңіз названиесін жазсаңыз болады. Балалар киімі мысалға атауын енгізіп қоясыз. Количествосын енгізесіз. Сосын бағасын жазасыз. Қанша лира, доллар емес, лирамен ауыстырамыз. Және де төменге сохранить етіп қоямыз. Сол кезде біз товарымызды Easy Express арқылы да бақылайтын боламыз. Мінекей, мына жерде бізде мои посылки деген бар. Соның ішіне кірсек, мына жерде бізде көрсетіліп тұрады. Проверяется дейді. Енді біздің жіберген товарымыз тексеріліп жатыр. Одан кейін складта тұр, на складе отправлено. Осының барлығы жанып, ең соңында доставка отправлена из Алматы деп шыққан кезде, значит, Алматыдан ары қарай сізге қарай кетті деген сөз. Осының бәрін осылай бақылап отыруымызға болады.